Сәлем, балақай, менің арнама қош келдің. Балақай, қане бірге қуырмаш ойынын ойнайық. Бұл ойынды ойнау арқылы біз қолымыздағы саусақтарымыздың атауларын біле аламыз. Олай болса, қане бастаймыз. Қуыр, қуыр, қуырмаш, балапанға бидай шаш. Атаң келсе есік аш, қасқыр келсе тұра қаш. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек. Сен бас бармақ қойға бар, сен балан үйрек сиырға бар, ортан терек түйеге бар, шылдыр шүмек ешкіге бар. Ал сен қояным үйде қал, сен қалаған тәттілердің бәрі бар. Міне қарашы, мына жерде май бар, мына жерде шай бар, мына жерде құрт бар, мына жерде сүт бар, мына жерде айран бар, мына жерде қаймақ бар, мына жерде түлкі бар, мына жерде күлкі бар. Балақай, бұл ойын баяу қимылдайтын бүлдіршіндердің қимылын тездетуге септігін тигізеді. Сонымен қатар тілін жаттықтырып, есте сақтау қабілетін жетілдіре түседі. Ояң, жасқаншақ балаларды топтасып жұмыс жасауға дағдыландырады. Сонымен қатар балалардың мінез құлқын шыңдай түседі. Сондықтан бұл ойынды ата-анаңмен немесе бауырларыңмен, не болмаса достарыңмен үнемі ойнап жүруге тырыс. Балақай, олай болса, осы видеодан көргендей, өз қолыңның саусақтарының атауын атап берші. Ендеше сау бол, арнаға тіркеліп, видеоны достарыңмен бөлісуді ұмытпа.